Сенің СНС'тан 7-2 боп ұтылып қалған досың. Онаса лайк басып тіркеліп кетіңдер. Чота мен ұтылып қалдың ғой 7-2 боп. Қандай сылтау айтасың? Менде ше просто пинг боп қалды, әйтпесе сені айырып тастайтын ем ғой. Шамалы телефон қатқаны болмаса, әйтпесе сені ұтып тастайтын ем ғой. Уже бар ғой, бұл сылтаулардың тізесі шығып кетті ғой бар ғой. Басқа сылтау айтпайсың ба? Қысқасын айтқанда, настроение жоқ. Бүгін суббота болатын. Сабақтың біткеніне қуанып үйге келдім. Да, есік жабық. Білейм, бұлай болуы мүмкін емес. Есік міндетті түрде ашуға болады ғой. Кілт бір жерде тығылып тұр. Кілтті қай жерден іздеуге болатынын ойлай бастадым. Мүмкін кірпіштің астынан, қардан жасалған үйдің ішінен, лютердің астынан, лютердің табан астынан, мамамдардың спальныйындағы шкафтың ішінен, холодильниктің ішінен, машина ішінен. Бірақ машина жабық болды. Тұрғанына 1 ай болды. 1 жылымен. Жұрттың лидері, және біздің лидер. Жұрттың лидері. Кеттіге комната жинап сәғи. Сосын қолдарында қыздырып алдыңдар. Қаздары бойын емсесініз. Біздің лидер. Не істеп атсыңдар? Комната жинадырсек, чорттар күттерін дайрам ешенше. Нурик, Бека, не істеп жүрсіңдер? Біздің артында комната жинап атсақ, екеуі тренировкада жүр ғой. Ертең осы екеуінді көрейінші, екеуінді қойшы братан қылдырып жүрем ғой. Мәні күтті аштырып әлі шыққан жоқ қомналар. Туфулем шешіп бұйым ба. Егер де Қызбека қызбен танысса. Сәлем, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Сенімен танысуға болады ма? Иә, әрине болады. Менің есімім Қызбека 228 болады. Менің де есімім қызы Гуля 228. Танысқаныма өте қуаныштымын. Дауысыңыз бұлақтың сыңғырындай өте әдемі екен. Рахмет, көп. До конца қараңдар, шок боласыңдар. Егер фрифайрда біреудің басына хет қадасаң, достарың рандом дейді. Ал егер қадайамасаң, даже хет бере алмайсың дейді. Егер фрифайрға донат салмасаң, достарың донат салсай, немене беле ақшаң жоқ па не дейді. Ал егер донат салсаң, не үшін фрифайрға ақшаңды құртасың, бұл жай ғана ойын ғой. Егер біреудің бір отряд шашамай қалсаң, достарың ботсың ғой дейді. Ал егер сол отряд шашып тастасаң, достарың онда арғы отряд бот болды дейді ғой. Әйтеуір не істесең де ешкімге жақпайсың. Чотам жазама, маған жазылмағандарын жазып кетейікші. Әттегене кім бұл нах? Мен есікке жақындан. Есік маған жақындамады. Чөзі хуйня. Есікпен отношение выяснять ете бастан. Бауырым, болмайды ғой бұнда енді. Өзімді старшактар сияқты сезіндім. Мен есікті аштым. Есік мені ашпады. 1 ұрдым, 2 ұрдым. Ол сезбеді. Есік мені ұрды. Мен сездім. Сетін алмастыратындардың типтері. Бірінші тип, бұлар деген енді сетті 2 саат алмастырады, ё-мое. Ұнамайды ғой, қандай сет болса да ше. Екінші тип, бұлар енді любой сетті кие салады, ё-мое. Қолына түсе ма, рандомны таңдай береді. Үшінші тип, бұлар енді набор кие салады ғой, қуады бұлар енді. Төртінші тип, бұлар енді күлін халява киетіндер. Бесінші тип, бұлар енді деген бүкіліне ұнайтын кәдімгі мощный сет таңдайды ғой, ема базар жоқ бұларға. Алтыншы тип, бұлар енді киімнің мықтылығына, ұлттылығына байланысты келеді. Ал сен қандай типсің? Менің өмірімде бірінші рет офицер болып көрген досың. Короче, жеге мен офицер болдым ғой аттак. Енді бізге нағыл деп тұрсың. Нағыл деп тұрсың емес. Короче, менің айтқан сөзім заң, түсіндіңдер ме? Сен только лидердің сөзі заң. Все, давай, до свидания, сен гильдиядан шығарып жібердің. Ишак, енді офицермін деп тыңдамағандардың бәрін шығару керек па? Все, тағы бір адамды гильдиядан шығарып жібердің. Короче, гильдияда қалғыларың келсе, барлықтарың ақша жинап маған 1000 кристалл салып жіберіңдер. Сол кезінде қаласыңдар. Осы әнімді барша тиктокерларға арнаймын. Видео түсірсем ретке шыққым кеп тұрады. Анда-санда подписчиктер кеп тұрады. Осы видеоны реттен көріп отса да лайк басатын тірі жанда жоқ бері. Сенің бесплатный попыткам призрачный дракон түсіріп алған досың. Видео салмастан бұрын менің профиліме кіріп, инстаграмның үстін бассаңыздар, ютуб шығады, сояққа кіріп, жаңада шыққан видеоны бағалап, актив көрсетіп тастайық. Ішінде драконы бар, ұзын драуаш алған соң өруч. Брат, мен бүгін соған 1000 алмаз алтып түсіре алмадым. Ол қалай түсіріп алдың? Неше бір 12.000 ба алмаз алтып түсірдім. Және түсірген бойда бірден 7-ші уровеньға дамытып тастайсың ғой. Қазір бар ғой, группада отырып мирға запрос жасасын, бәрі ұрып ё-моё деп таңғалады ғой. Өтіріңе береке өрсін, сен осы донат да салмайсың ғой, қалай 7-ші уровеньға дамытасың? Мен донат салмаймын, бірақ маған Гаренаның өзі береді ғой. Күніне 2 миллион алмаз лақтырып тұрады ғой маған. О, солы, Ишак, биді қалай мұның, биді қалай өліп батса да мойындамайды бұл.